Биржа қалай жұмыс істейді? Жалпы биржа дегеніміз не? Ол не үшін қажет деген сұрақтарыңыз болса, осы видеоны көруіңізді ұсынамын. Бүгінде көптеген компанияларда белгілі бір мақсаттарға жету үшін қаражат қажеттілігі туындауы мүмкін. Қаражат кез келген мақсатқа қажет болуы мүмкін. Дамуға, компаниялардың жаңа құрал-жабдықтарды сатып алуына, немесе жаңа нарықтарды бағындыруына, яғни өз қызметтерін немесе өз өнімдерін шет елде сату үшін керек болуы мүмкін. Ол ақшаны көп жағдайда елімізде компаниялар банктерден несие алу арқылы тартады. Ал керісінше шет елдерде бұл қаражатты компаниялар биржа арқылы тартуды кеңінен таралған. Сонымен қатар ақшаларын пайда әкелетіндей етіп инвестициялағысы келетін адамдардың тобы бар екендігін ұмытпауымыз керек. Олардың басты мақсаты ақшаларын инфляциядан қорғап, болашақта ақшасын ұлғайтып алу болып табылады. Көптеген халық өз қаражатын банкке депозитке немесе жылжымайтын мүлікке салып, сақтағанды тиімді деп ойлайды. Алайда кез келген адам биржа арқылы тікелей компанияға ақшасын инвестициялап, компанияның үлескері бола алуы мүмкін. Осы екі мақсатты көздеген адамдардың кездесу орны биржа болып табылады. Бұл биржалар 15 ғасырда пайда болған және әлі күнге дейін тиімді қызмет етіп келеді. Ол жерде компаниялар өз акцияларын, яғни бағалы қағаздарын орналастыру арқылы компанияға қаражат тарта алады. Ал кез келген қарапайым жинақтаған ақшасы бар адам оларға инвестициялай алады. Биржа қаражатты ұлғайтудың бір нұсқасы ғана болып табылады. Бағалы қағазға салынған ақша жылдам әрі көбірек мөлшерде өседі. Нарықта қарапайым халық пен компаниядан басқа қаражат ұсынатын үшінші институттың барын, яғни банктың бар екендігін ұмытпауымыз керек. Неге қаражатты, несиені және депозитті ұсынатын банк бар кезде біз биржаға ұмтылуымыз керек? Оны келесі мысалда қарастырайық. Халық өз жинақтаған ақшасын банкке депозитке салып, жыл сайын 6% табыс көре алады. Бұл тұрақты табыс. Ал банк қарапайым халықтан жинақтаған ақшасын 14%-бен компанияларға несиеге бере алады. Яғни ортадағы айырмашылық банктың табысы болып табылады. Алайда компанияның өз бағалы қағаздарын биржаға орналастырып, төмен пайызбен ақша жинақтауға мүмкіндігі бар. Ал қарапайым халық жоғарғы пайызбен өз ақшаларын инвестициялай алады. Яғни компания халықтан 10%-лық үстемемен ақша алады, бұл банк ұсынатын 14%-лық несиеден төмен. Ал халық өз ақшасын 10%-бен инвестициялай алады. Бұл банк ұсынатын 6%-лық депозиттен жоғары. Онда бізге банктың қажеті не? Неге компаниялар мен инвестициялаушы халық тікелей қарым-қатынас жасай бермейді? Барлығы оңай. Себебі кез келген компания биржаға шыға алмайды. Компанияның қызметі халық аралық стандарттарға сай келуі керек. Компания транспарентті, ашық, яғни қызметінде ешқандай бір ақау болмауы керек. Осындай халық сенімін ақтаған табысты, танымал компаниялар ғана биржаға шығу мүмкіндігіне ие. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоюларыңызды сұраймын.